Сәлеметсіздер ме, құрметті киносүйер қауым. Бүгін біз 2011 жылы шыққан Рейд фильмі жайлы айтамыз. Басты рөлдегі актер Пенчак Силат жауынгерлік жекпе-жек спортын жақсы меңгерген, соның арқасында бірқатар жақсы киноларда ойнаған. Сонымен қатар әңгімелегелі отырған киномыз жекпе-жек қойылымдарға және қанды кадрларға толы, экшн, хоррор, триллер және боевик жанрларын қамтыған аздап мәліметке ие болған болсақ, обзорды бастайық. Кадр намаз оқып жатқан Рама есімді жігіттің кадрынан басталады. Бұл жігіттің әскери дайындығы өте жақсы. Ол жаңа тапсырманы орындауға дайындалып жатыр. Джакартаның қараңғы аудандарында Тама Рияди есімді абыройлы және жауыз есірткі сатушының кеңсесі мен үйі болып табылатын 30 қабатты тұрғын үй бар. 10 жыл бойы полиция бұл ғимаратқа кіре алмаған. Ол іздеуде жүрген қылмыскерлердің баспанасына айналған. Есірткі сатушының бәсекелестерінің ғимаратқа басып кіру әрекеттері де сәтсіз аяқталған. Общем, бұл үйге ешкім аяқ басып кіре алмайды. Не расслабляться. Здание берем поэтажно. Таң алдындағы қараңғылықтың астында жасырынған, негізінен әскерге енді ғана жұмысқа тұрған новичоктардан тұратын полиция тобы жоғарғы қабатқа жетіп, басты наркобаронды жоюға тырысады. Задание простое. Заходим и валим этого подонка. Ғимаратқа кірген кезде топ жергілікті тұрғынды, дәрігерді ұстайды. Бірақ Рама атты ескерлердің бірі дәрігерді жақсы адам сияқты әсер қалдырады деп, оны үйіне кіруге жібере салады. Сөйтіп оларды кішкентай бала байқап қалады. Фильмнің соншалықты жауыз екенін кішкентай баланы атып тастағаннан ақ білуге болады. Балада не айып, бірақ бір айта кетерлік жайт. Кейбір мықты бандиттер бала кезінен ақ осылай тәрбиеленетіні жайлы аңыз бар. Осыған байланысты түсірілген бірнеше фильмдер де бар, бірақ ол жайлы кейін айтып берем. Ал мына фильмде қазір ғана баламен кездейсоқ кездесу қауіпсіздік күштерінің құпиясын ашып қояды. Сөйтіп әскерилердің шабуылы туралы хабар наркобаронға жетеді, ғимарат құлыпталады, жарық өшеді және барлық шығатын жолдар жабылады. У нас гости. Вы знаете, что делать. Қарақшылар көшедегі полиция көлігін және төменгі қабаттардағы күзетшілерді қиратады. Көп қабатты үйде жасырылғандар нағыз маньяктар, әскерилер мұны ескермеген еді. Шақырылмаған қонақтарды құртуға ынталы бұзақылар ғимараттың дәліздерімен жүгіріп әскерилерге шабуыл жасамақ болады. 6-шы қабатқа шыққаннан кейін әскерилердің аман қалу үшін күресі басталады. Вызывайте подкрепление. Ничего, сами разберемся. Әскерилер қараңғы баспалдақта тұзаққа түседі. Полицейлердің бірінің атқан оғы алаңды жарқыратады. Содан кейін әскерилер оқ астында қалады. Шығынға ұшыраған олар бөлмелердің біріне шегініп үлгереді. Ағаш еденді тесіп өтіп, олар 5-ші қабатқа жетеді. Адамдарды жоғалтуды жалғастыра отырып, арнайы жасақ келе жатқан қарақшыларды жою үшін бөлме мен дәлізді жарып жіберуді шешеді. Тірі қалғандар азайып жатыр. Олар Рама, Дагу, жараланған Бово, сержант Джако және лейтенант. Олар бөлінуді шешеді. Рама жаралы адаммен бірге жасырыну үшін дәрігердің пәтеріне барады. Жолда оларға бұзақылар шабуыл жасайды. Дәрігердің үйіне жасырынғаннан кейін оларды наркобарон қаскөйлерінің бірі тауып ала жаздады. Жаралыларды дәрігерге қалдырып, Рама бір топ қарақшыларға тап болады және сомдық төбелесіп олардың бәрін өлтіреді. Джако, Дагу және лейтенант наркобаронды кепілге алу үшін және ғимараттан шығу үшін қолайлы сәтті күтіп отырады. Джако операцияның заңдылығына күмән келтіреді және оны лейтенант өзі ешқандай бұйрықсыз әскерилерді алып келді деп есептейді. Операция туралы басқа полиция қызметкерлерінің ешқайсысы білмейді. Қосымша күштер де болмайды екен. Чей приказ мы здесь выполняем? Сначала выйдем отсюда.
Осы кезде топқа бастықтың бірінші көмекшісі Жаман ит лақапты адам шабуыл жасайды. Сержант Дакқа лейтенантты күзетіп кетуді бұйырады. Жаман ит сержантты бөлмесіне апарып, әділ ұрысты жақсы көретінін айтады. Бұл жекпе-жек Джаконың соңғы жекпе-жегі болады. Жаман ит оның мойнын бұрап өлтіреді. Рама ғимаратта наркобаронның екінші көмекшісі Эндимен кездеседі. Энди Раманың бірнеше жылдан бері көрмеген ағасы екен. Энди ғимараттағы жағдайды біліп, Раманы алып шығуды шешеді. Ол кездесуге баронға барады. Жол-жөнекей Жаман иттің полицейді сүйреп бара жатқанын көреді. Ты не того взял. И вообще он дохлый. Мое дело доставить его. А у тебя что? Сосын барон Энди оған опасыздық жасағанын біліп қояды. Себебі наркобарон Энди Раманы барлық қабаттардағы камералар арқылы алып кеткенін көрген. Ол ұрып соғу үшін Эндиді Жаман итке береді. Басқа тұзақтан шыққан Рама қалған командалармен кездесіп, Джеконың өлгенін айтады. Рама өзінің жоспарын жариялайды. Бұл жоспар баронды ұстау және оны ғимараттан шығу үшін пайдалану еді. Сөйтіп олар баронмен күресуге кіріседі. Бөлмелердің бірінде ағасын Жаман ит ұрып жатқанын көреді. Дагуды лейтенантпен бірге жібергеннен кейін Рама оған көмектесу үшін бөлмеге кіреді. Раманы көрген жынды ит Эндиді босатады. Екеуімен бір уақытта төбелесетінін анық айтады. Ағайындылар үлкен қиындықпен шамды сындырып, қарақшының мойнына әйнек сынығын тығу арқылы Жаман итті өлтіреді. Дәл осы кезде лейтенант пен Дагу төбелесіп баронға жетеді. Лейтенант Дакқа оның қолына кісен салуды бұйырады және ол мұны істеген сәтте өлтіреді. Содан кейін ол баронның артына жасырынып ғимараттан шығады. Оны Энди мен Рама байқайды. Лейтенант оларға оқ жаудырады, бірақ жіберіп алады. Наркобарон мен лейтенант арасындағы диалог басталады. Онда полиция командасы наркобаронға рейд туралы алдын ала хабарлағаны белгілі болады. Ол лейтенанттың бастықтарына пара берген еді, ал лейтенант бәрібір өледі. Өйткені ол ғимаратқа одан құтылу үшін жіберілген екен. Не медаль тебя ждет, а пуля в голову. Идиот. Баронның сөзіне ашуланған лейтенант оны өлтіріп тастайды. Сосын өзіне қол жұмсамақ болады, бірақ оның патроны таусылып қалады. Фильмнің соңында Энди қамауға алынған лейтенант пен Раманы және жараланған Бовоны ғимараттан алып шығады. Шығу кезінде олар қоштасады. Рама ағасын онымен бірге оралуға екінші рет сендіруге тырысады. Бірақ ол оған Раманың өз өмірі бар, ал Эндидің өз өмірі бар екенін тағы да түсіндіреді. Мне так удобно. Құрметті көрермен, осымен фильм бітті. Обзор ұнаған болса лайк басып, пікір жазып, каналды жоғалтпас үшін тіркеле кетіңіздер.